Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Біз мастер-классымыздағы 3D оюдың жасалу технологиясын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осындай екі түрлі гүлдер матасы керек. Және осындай ақ менде көк базовый цвет, главный цветі менде көк. Және осындай ақ түсті велюр. Және де осындай паутинка және флизелин керек болады. Ол біздің ойымызға. Флизелин кесе аламын. Қажетті мөлшерде флизелин және де 3D оюды шығару үшін бізге поролон керек болады. Алдыңғы мастер-класстарымда мен 3D оюдың басқаша жолын көрсеткенмін. Енді бұл жолы мүлде басқаша түрін қолданатын боламыз. Және бұл 3D түрі оңайырақ алдындағы сабақтарға қарағанда. Бізге керек болатын осы заттар. Және қайшы, ручка деген заттар керек болады. Бізге осындай, мен көбіне матаға сызуға осындай ручка пайдаланамын және қайшы. Енді біз кірісеміз. Менде осындай трафарет бар. Еще оюдың осындай трафаретін қолданып оюды сызып аламын. Мен оюды мына көк түсті велюрға сызам. Барлығынан бізге квадрат қиып алу керек. Поролоннан да, ақтан да және мынау астыдағы көк матадан да квадраттар қиып алуымыз керек. Өлшемін қазір сабақ барысында айтатын болам. Бізге бірінші біздің құрақтарымыз 12 сантиметрде 12 сантиметр болады. Бір осындай оюымыздың жиегіне 3 түрлі құрақтың түрі түседі мына жерге. 1, 2, 3. 3 құрақ бізде 12 сантиметрден 36 сантиметр болады. Бізде дәл солай етіп, мына ақ матамызды, ою жабысатын матамызды да оны 36 қылып сызып кесіп аламыз. Дайындап. Ол үшін маған осындай сызғыш керек. Енді сызғышыма мән бермеңіздер. Себебі менің сызғыштар жарты цехта жүрген себепті. Бір зат болса, бір зат болмай. Осындай әуреге түсіп жатқан кезіміз болып жатыр. 36-да 36 главный мен размерді айттым. Қанша размер керек екені. Соны дәл солай етіп сызып қиып аласыздар дайындап. Бұған бізді бұл ақ велюрға біздің оюымыз жабысатын болады. Қазір мен оюды салу жолын және де жабыстыру жолын көрсететін боламын. Себебі кей адамдар оюдың қалай жабыстыру, кілегін қалай жабыстыру керек екенін білмейді. Тем более енді ғана осындай құрақ өнеріне көрпеге келіп жатқан кісілер бар арамызда. Сол себепті барлығын осылай көрсеткенім дұрыс болар деген ниетпен. Ал бізде мына ою сызатын материалымыз 32-де 32 болады. Бұған біз оюымызды салып аламыз суретін. 32-де 32. Шатасып кетпеңіздер. Ақ велюрімізді 36-да 36 қыламыз. Және мынау көк велюрімізді 32-де 32 қыламыз. Қазір тігу барысында оны түсінетін боласыздар. Қалай бұл 32 не себепті екенін. Отзекде 32 квадрат қиып аламыз.
осыған оюымыздың суретін салып аламыз. Центрін табамыз. Бірінші оюымыз дүзеу шығу үшін. Міне 32-де 32 қылып сызып алдым. Енді центрін тауып, дәл ортасын осылай дәл центрін тауып аламыз. Енді оюымызды орнатып, дәлме-дәл оюымыздың бұрыштары, сызған сызықтың бұрыштарына дәлме-дәл келу керек болады. Так. Осылайша оюымыздың суретін салып аламыз. Негізі 3D-ға жіңішке оюлар жарамайды. 3D-ның 3D екенін көрсетпей қалады менің ойымша. Ол менің өзімнің ойым. Себебі 3D томпақ оюларға жақсы көрінеді. Ал жіңішке оюларға ол көтерілмей қалады, мүлдем көрінбей қалады. Сол себепті көбінеген 3D-ға осы қошқар мүйіз оюын таңдаймын. Осылай суретін салып алам. Енді кімге қалай удобны, бор болса бор пайдаланасыздар, бор болмаса осындай ручка пайдалансаңыздар болады. Мен көбіне осы ручканы пайдаланамын біраздан бері. Маған осы удобны, чем борға қарағанда. Тез осылай алдыңғы мастер-класста да көрсеткен болатын, оюды қалай жасау керек екенін, сызу керек екен жолдары. Міне біз суретін салып алдық. Оюымыздың енді бұған біз клейін жабыстыра аламыз. Клей бізде паутинка деген жаңағы сол клейіміз біздің. Двухсторонный клей деп айтады. Бұны екі жағы да жабысады. Главное, осы 3D-сын шығарып алсаңыздар, көп адамға керегі де осы ғой. Құрақ білетін, менде көбіне тігіншілер, мастер-классымда алатқан көбіне тігіншілер, құрау білетін адамдар. Главное, ол кісілерге осы 3D-ның методы қалай жасалу тігілу жолы. Мен енді бұл паутинканы жабыстыруға осындай оракылдың арты деп айтамыз ғой. Баннер, самоклеющий сондайлардың артын пайдаланамын. Именно мына жылтыр жағын пайдаланатын боламын. Көрініп тұр ма екен сіздерге? Көрініп тұр. Міне глянцевый жылтыр жағы бар ғой, солы именно мына біздің паутинкамызға қарайды. Себебі қазір біз оны клейлейміз да, қайтадан наклейка сияқты былай ашып шығамыз. Сол уақытта мына жылтыр жағы жабыспайтын болады. Ал мына матовый сияқты жағы, ол жағымен үтіктесек, онда біздің оюымыз іске аспай жаман болып қалады. Сол жерінен қателесіп кет жүрмеңіздер. Онда сіздер қайтадан оюды салуға тура келетін болады сіздерге. Енді үтігімізді қыздырамыз. Бұл жерге міндетті үтік пайдаланамыз. Біз клейді жабыстыру үшін, жабыстыру мақсатында үтігімізді қыздырып аламыз.
Бөлшегім әлі қызбаған. Енді бастап қызып келе жатыр. Үтігімізді жақсылап қыздырып, осылай әр жерінен біздің жаңағы клейіміз жабысатындай уақытқа жайлап әр жерінен басып, клейімізді әбден жабыстырып аламыз, ерітіп. Ол еріп барып жабысатын нәрсе паутинка деген. Сондықтан осылай сосын көбісіңіз сұрап жатыр екенсіздер, бытовой машинкамен тігіледі ма деп. Мен алдында бытовойым қиналатын болар деп промышленный машинкамен тігіп жүрдім, зигзагпен. Жоқ, бірақ промышленный машинкамен өте қатты жіпті үзіп тұрған себепті мен бытовой машинкаға салып көріп едім. Қайтан маған промышленный зигзагқа қарағанда бытовой зигзагпен жақсы тігілетін секілді байқалды. Қазір мен енді сол себепті көбіңізде бытовой машинка болғандықтан қазір мен сіздерге бытовой машинкамен тігіп көрсететін боламын. Ең әуелі осы клейін жабыстыруды көрсетіп алайын. Жақсылап жабысқан секілді бізде қазір шетінен ашып көреміз, жабысқан, жабыспағанын. Тағы бір ескерте кететін жағдай, осы клейін жабыстырып жатырған кезімізде біз пар қолданбаймыз. Мүлдем пар қолданбайсыздар. Пармен қолдансаңыздар, сіздердің жаңағы клейлеріңіз дұрыс жабыспай қалуы мүмкін. Қағаз ба, мынау не дегенмен, бергі беті қағаз, әрі беті наклеюші жылтыр болғанымен, бергі беті қағаз. Сол үшін қағазымыз су болып жыртылып қалуы мүмкін. Мен енді лазермен кестіретін болғасын, бұлай біраздан бері жабыстырып, қолмен қимадым, біраз болды. Қолмен қиюды пайдаланбай жүргенмен. Енді ашып қараймыз шетінен. Қарасаңыздар, бағана біздің жалбырап қой, осыдан абай болыңыздар. Ыстық қой мынау әлі. Суымай тұрып өстіп не істесеңіздер, клейлер жабысып, мына беттің клейі мына бетке жабысып қалды. Сол себептен ашып жатқан кезінде бір-біріне жабыспайтындай қылып, абайлап ашу керек болады бізге. Беті бір-біріне қарап қалса, уже тағы да ол жерде де уже сіздің ойыңыз жарамай қалуы мүмкін. Енді қараңыздар, бағана жалбырап атқан клей бізде уже еріп, мына жерге жабысып қалды. Жылтырап жабысып қалды. Енді біз бұны кішкене суытуымыз керек. Ол суым дегенше біз поролонымызды дайындай беруіміз жөн болар. Поролон бізде 1 сантиметрлік поролон керек болады. Так, мынаны парын басайын. Сосын мен алдында осы оюды шығару үшін біраз материалдарымды құрттым. Себебі қайта тігіп, былай тіккен дұрыс шығар, былай тіккен дұрыс шығар деп біраз матамды құртып алдым. Біраз уақытым да кетті. Біздің клейіміз жабыстырған бағанағы суды әбден енді оны қиып аламыз. Қиғанда біз былай сыртынан қиып тастамаймыз, себебі сыртында пайдаланамыз. Бір шетін өстіп кесіп алып, общий кесіп шығатын боламыз. Тегіс өстіп кесіп аламыз союды.
екеуін қиып алдық. Мынау іші, мынау сырты. Мен жастыққа сыртын пайдаланамын көбіне. Қазір енді осыны жабыстырып, қалай 3D шығару керек, сол жолын көрсететін боламын. Бағана біздің кесіп алған 36-да 36 осы ақ велюрімізді ортасына паутинка қойып, 36-36 поролонымызға жабыстырып тігіп шығамыз қазір. Поролон паутинка салам. Дәл бірдей квадрат паутинка кесіп аламыз. Паутинкамыз кесіп алдық. Енді велюрді орнатамыз. Орнаттық. Түгін өзімізге қаратып, мен көбіне өзіме қаратам, түгін төмен қарай. Сөйтіп өтектеп шығамыз. Главный осы біздің немізді, трейдімізді шығарады, целый поролон. Бұрын деген ана поролонды ою олып кесіп, алдыңғы мастер-классымда солай көрсетілген. Ал енді бұл оңай жолы әрі. Оңай әрі әдемі болып шығатын жолы. Жан-жағын бәрі ашылып кетпейтіндей қылып жабыстырып аламыз. Жабыстырып алдық. Енді оған оюымызды орнататын боламыз. Оюымыздың сырты. Бағана айта кеттім, оюдың размерін бізде сырты 32-де 32 квадраттан шығады. 32-де 32 квадратты аламыз, соған осылай орнатамыз. Мынау біздің оюымыз 32-де 32, шатасып кетпеңіздер, 32-де 32-ге 28-де 28 осылай оюдың суретін салып аламыз. Соған осылай орнатып шығамыз. Міне түгі, екеуінің де бір бағытқа қарау керек. Мынаны ақ велюрдің да түгі төмен, және көк велюрдің да түгі төмен. Сосын осы жердегі оюларға мән беріңіздер, оюдың бұрыштарына мән беріңіздер. Бұрыштары дәлме-дәл бұрыштарына түсу керек. Енді бұны да біз қайтадан өтекпен пармен жабыстырамыз. Міндетті түрде пар қолданамыз, паутинкамен жабыстыратын кезде. Себебі парсыз паутинка матаға онша дұрыс жабыспайды, матамен мата. Матаның өзіне, паутинканың өзін жабыстыратын кезде пар қолданбаймыз. Ал матаны матаға через паутинка арқылы жабыстыратын кезде міндетті түрде пар қолданатын боламыз. Менің қолым әбден шығып қалған екен, лазерден ою кесіп жүргізім. Нешемдерге қисықтар кетіп қапты.
әбден жабысқанына, түгел барлық жер жабысқанына көзімізді жеткізуіміз керек. Түгел жабыстырған жоқ. Бізде осылай шықты. Енді бұның артына біз міндетті түрде флизелин жабыстыруымыз керек. Мен флизелинсіз де істеп көрдім, флизелинмен де істеп көрдім, неше түрлісін істеп көрдім. Мына жер бізде дұрыс жабыспаған. Жабыстырамыз. Флизелинсіз істегенім менің қате болып шықты. Флизелинсіз істегенде тірейді вообще шықпады, астына тартып кетіп тұрды матаны. Мен өзім бұл тірейдіні шығарам дейінше біраз солай маталарды бүлдірдім әбден. Әйтеуір соңында шығардым. Әбден жабысқанына көзіміз жеткізуіміз керек. Ашылып кетіп, жатқан кезде белуріміз жиырылып қыржын болып қалуы мүмкін. Міне енді артына осымен бірдей флизелинді жабыстырамыз. Қатты түрін пайдаланам флизелиннің. Әбден жабыстырып алам. Флизелин жабыстыратын кезінде пар қолданбаймыз. Тек өзімен жабыстырып шығамыз. Бұл ылғал болса, пармен бұл ашылып кетуі мүмкін. Егер сізде флизелин ашылып кетіп жатса, бір лайфхак айта кетейін. Арасына паутинка салып жіберсеңіз болады. Мықтап бекітіліп қалады. Особенно бытовой машинкаларда сол ашылып кете береді флизелин. Бұл біздің трейдімізде флизелин ашылып кетпеу керек. Міндетті түрде жабысып тұру керек. Флизелин мен үстіндегі велюр бір-бірін өстіп қысып, анау трейдіні күшті шығарып тұратын болады. Поролонды қысатты флизелин мен велюр. Сөйтіп арасындағы поролон трейді болып әдемі шығып тұратын болады. Главный осы бізде ерекшелігі. Ешқандай да қиындығы жоқ, бірақ бұның өзінің қиындығы жоқ болса да мен бірсе анандай қылып тігіп, бірсе мынандай қылып тігіп, бұны мен өзім біраз материал бүлдіріп шығардым. Флизелинсіз пайдаланды. Қайта-қайта тіге бергенмін ғой, флизелинсіз сөйтіп шықпай қалыпты. Трейді астына қарай тартып кетіп тұрды. Қазір мен сіздерге көрсетіп жүрейін. Мына қараңыздар. Мына менің флизелинсіз тіккенім. Трейдісідің көрінбей қалды, қарап отырсаңыздар. Беті бос болып жүр, мынандай қыржыңдалып. Ал арты наоборот трейді сияқты болып шықты. Кейін артық жерлерін кесіп тастаймын. Уже әбден менде жабысты. Артық жерлерін кесіп тастаймын. Флизелинді сөйтіп тігуге кірісетін боламыз. Қазір тіккен кезде тағы көрсетіп отырам. Өте әдемі шығады. Қарап отырсаңыздар. Клеймі жабысып қалды. Алдында біздерде енді әрқайсыңыздың машинкаларыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Соған байланысты өздеріңіз тіге отырып настройкасын жасап алсаңыздар болады. Осылай зигзагтап шығатын боламыз. Және де осы жиек сыртының жиегінде зигзагтайтын боламыз. Ал бесігені зигзагтауға кірісетін боламын. Мында өте тақалып тұр екен. Бытовыймен мұндай аса қиын емес.
менде алдыға қарай жаңа жүріп кетті, сол себепті ілінбей қалды. Оны қазір соңында қайтадан басып өтетін боламын. Кей машиналар жаңағы мықты арзандау машинкалар, эталон машинкалар солай шамалы аттауы мүмкін. Аттаған жағдайда осы мына жердің түбін басып отырып, поддержка беріп отырып тігетін боламыз. Және де айта кететіні, подсвет жеп болғаны дұрыс. Менде кішкене серый жеп болып кетті. Подсветті көрінбей қалады. Қошқар мінез болғасын тігілу өте оңай. Ондай қатты қиын емес. Ана сложный майда жіңішке құрақты тіккенше маған одан да осылай тіреді тіккен оңайырақ болып көрінетін болды. Тіреді көрпе және де бағалы, бағасы жағы да құнды болып келеді. Көмтекі жақсы қапты. Аттап кеп жатыр кейбір жерлерін. Мына жерінде аттап кетті кішкене. Если сіздерде солай аттап кетіп жатқан жерлер өте көп болса, сіздер қайталап үстінен тігіп жіберсеңіздер болады. Тағы да зигзаг бір өтсеңіздер болады. Алдыңғы тіккен бұлай аттамады негізі. Мына неге олай болып тұрғанын түсінбей жатырмын. Қайырлы күн баршаңызға. Біз бүгін мастер-классымыздың құрағын бастайтын боламыз. Алла қаласа, бірінші мен ұлу дейді, амандасу құрағы дейді, ұлудың ізі дейді, сол құрақты құрап көрсететін боламын. Бұл біздегі бірінші түрлі құрақ болып есептеледі. Одан кейін тағы да 3 түрлі құрақтың түрін көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай наперник, мен қазір қолымда қатты наперник матасы, негізі ақшыт, мынандай ақшыт матада негізі астына құрақ құрауға жарай береді. Бұл ақшыт мата, бұл менде өте жұқа түр екен, қатты түрлері болады, крахмалы қаттырақ, мынау өте жұқа түрі, кеше біз қателесіп алып қойғанбыз. Бұл бізге жарамайды, құрақ өте мықты үлбіреп атқан түрі екен. Сосын мен орнына осындай наперник деген мата алдым. Бұл қатты бидай шүберек сияқты мата. Бізден құрақ шығу керек, 12-12 сантиметр блок шығу керек бізден. Мен сол 12-12 сантиметр блок шығу үшін астында осындай бөзін 2 сантиметрге үлкен қылып аламын. Жетпей қалғанша кішкене артық қалғанын дұрыс көремін. Мынандай сияқты ғой, бұл енді слишком үлкен болып алынған. Бұл басқа құрақ негізі сондай сияқты артық болып тұрады кішкене. Енді бізге бұл құрағымыз біздің 14-14 құрағымыз астына 14-14 сантиметр болып тұр. Өз матамызды қарап өтсеңіздер, примерно 14-14, 13,5-14 болса да жарай береді. 14-14 сантиметр. Енді бұдан біз 12 сантиметрлік блок шығарамыз. Бізге керек бұндайдан бір жастыққа бір штук керек, осындай ұлудың ізі деген құрақтан. Именно осы цветтерден мен 2 түрлі цвет қостым. Осы цветтерден бір штук керек болады жастыққа. Ал көрпеге тігетін болсаңыздар, сіздер көрпеде бізде 13 дейін отырмын. Көрпеде бізде 3 ою болады. Бұл 3 оюға біз
каждый оюдың жеңіне бір штуктан қосамыз. Сонда көрпеге осындай ұлудың ізі осы түрлі құрақты қосатын болсаңыздар, 3 штук қосатын боласыздар. Енді мен сантиметрлерін әдейі жазып қойдым сіздер, чтобы қарап сразу тіке беретіндей қылып, мен матаның сыртына жазып қойдым сантиметрлерді. 3 сантиметр, 5 сантиметр, 7 сантиметр және 9 сантиметр. Өстіп квадрат дайындап аласыздар. Осындай екі түрлі цветтен, ақпен, қандай цветпен тіккіңіз келеді. Менде осындай серый сияқты цвет. Көкке де жатады, бұл енді хамелеон болып тұр бұл цвет менде. Сондықтан мен осындай екі түрлі цветті алдым. Біздің базамыз осындай цвет болады, жастығымыздың базасы, оюымыз да осындай цветтен болады. Осы ортасын неге бөліп қойдым мен осылай? Біз кесіп шығамыз. Каждый. Тек қана мына 3 сантиметрлікті кеспейміз. 5, 7 және 9 сантиметрлікте осындай қылып, мен дайындап қойдым уже. 3 бұрыш қылып кесіп шығарамыз. Бізге осылай 3 бұрыш қылып кесіп қою керек. Ал мына 3 сантиметрліктер кесілмейді, ол квадрат күйінше түседі. Қалғандары ортасынан осылай бөлінеді сызып қойған бойынша. Енді біз тігуге кірісеміз. Жайлап бисмилля деп машинкамызды қосайын. Біз бөз матамызға, жаңағы 14-14 бөз матамыздың дәл центрін тауып алуымыз керек. Бірінші құрақ құрамас бұрын басынан бастап центрін тауып аламыз. Ручкамызды салады. Енді дәл алдында штатив тұрғасын маған кішкене неудобно болып тұр. Дәл өсіп, біз көз түсіретін центрімізді тауып аламыз. Мен көбіне бұлай прямой эфирлерімді қарап отырсаңыздар, көзін бүйтіп каждайын сызып отырмаймын. Осылай қолмен үтіктеу арқылы дәл центрін тауып аламын. Кішкене енді бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып тұр. Өстіп центрін тауып аламын негізі. Мінекей. Енді біз тігісті бастаймыз. Бірінші очередь бізге бұл ұлудың ізі құрағын біз сразу бөзге тікпейміз. Бірінші мына 3 сантиметр кішкентай блоктарды бір-біріне қосып тігіп аламыз. Ең әуелі түгін төмен қаратамыз. Екеуінің де түгі бір бақытқа қарау керек құрақтың. Және мен айта кетейін, тағы да басқа құрақтардың лентасын 2,5 сантиметр алып кесіп аламын. Қазір алдағы уақытта тағы ондай құрақтарды да көрсететін боламын. Закрепка беремін. Екеуінде осындай бізде 4 штук болады. Мынадан қалғандарынан бір штуктан болады. Көк цвет, серый цветтен екеу, ақ цветтен екеу. Өстіп екеуін бір-біріне қаратып қосып аламыз. Бұл құрақты мен қиын сынып жүргенмін басында тікпей, бірақ бұл өте оңай құрақтың түрі екен. Көп адамдар қолдана бермейді, біле бермейді екен. Менікі бір тіккеннен ақ уже Аллаға шүкір жақсы шықты. Өстіп қосып аламыз. Содан кейін бөзімізді әкеліп, түгін былай қаратам мен, бір бағытқа қаратып. Және осы серыйдың үстіне ақ түседі, ақтың үстіне серый, как шахматный доска сияқты болып түседі. Тігісті ортасын ашып, лапканың жиегімен, міне қарап отырсаңыздар, лапканың жиегімен жүргізем. Көп адамдар сұрайды, менің құрағым қисық, құрағым түзеу шықпайды деп. Неге? Себебі осы лапканың жиегімен ұстап отырмағандықтан деп ойлаймын. Лапканың жегімен ұстап отырған болсаңыздар, ол деген түзеу шығу керек. Сосын мына қосылған жер, мысалы ақ пен көк серый цвет қосылған, дәл солайынан мынау бетпе-бет түсу керек бізде. Бисмилля тиеміз. Бұлай ортасынан бастасаңыздар да болады. Кейде велюр жылжып кетеді, ол бұл өзі. Сондай мата болғасын. Осылай ортасынан тігіп алсаңыздар да болады, немесе сразу басынан тіксеңіздер де болады. Мен негізі өзім басынан бастап тікпесем, сіздерге көрсетіп жатырғаным түсінікті болсын деп.
мінекей ашып қараймыз. Қараңыздар, бізде чуть-чуть разница болып кетті, кішкене былай аққа қарай жылжып кеткен екен. Ештеңе етпес. Енді қараңыздар, бізде көктен басталып тұр, көктен бастаса, значит, біз оның үстіне осылай. Көктем енді серый деймін, қателесіп кетпеңіздер өздеріңіз. Былай қараса, бір қарағанда көк, бір қарағанда серый сияқты болып тұр, себебі. Көктен басталып тұрғасын біз оның үстіне көкті тігетін боламыз. Қайсысынан басталады, жоғарысында қайсысы тұрады, содан соны сол цветтен тігеміз жалғастырып. Қарап отырыңыздар мұқият. Міне. Бізде ақ кішкене жылжып кетіпті. Оның үстін қарап отырсаңыздар, ақ мына қарай жылжып кеткен. Жоқ, біз оның дәл сол жегімен тікпейміз, кішкене резиновый, созылмалы мата болғасын кішкене былай қарай жылжып кеткен. Ол сіздерге көрінбеуі мүмкін, бірақ ақтың несі түгі мынақта тұр. Енді міне ақ, мына жер ақ болғасын, біз оның үстіне ақ түсіреміз, ақтан бастап түсіреміз. Мінекей, ашамыз. Дәл солай қайталаймыз. Мына жерде бізде көк уже, көкті түсіреміз. Дәл солай бұл қайталанып отырып тігіле береді. Главное бізге бұл жерде қиыны размерін шығару ғой. Размерін дұрыстап анықтай алмайды көп адам. Мен де бірнеше матаны бүлдірдім, өстіп размерін дұрыс шығару үшін қайта-қайта тігіп. 12-де 12 размер шығару үшін осылай жалғасып тігіле береді. Қарасаңыздар, бізде уже почти квадрат шығып тұр. Былай. Квадрат шығып тұр. Біздің кішкене матамыз қисық болуына байланысты. Мына бұрыштар негізі, мен матам астыда бір жағы 13, бір жағы 14 болып қалды жаңа өлшегенде. Мына бұрыштар бар ғой, мынаның бұрыштары, сол дәл мына сызған сызығымыздың үстіне келу керек. 14-те 14 мен көз жубамен ала берем, былай негізі көбіне. Міне астыңғы жағы бізде уже дұрыс түсіп тұр. Мінекей, мына сызықтың үстіне түсіп тұр, және мына сызықтың үстіне түсіп тұр тура бұрышы. Мына жақта сондай болу керек. Мына матамыз кішкене сопақша болып кеткен болғасын. Осылай түсіп тұр. Сіздерде енді түзеу шығаруға тырысыңыздар. Бірақ ондай қателіктер кішкене ештеңе етпейді. Негізі главный бізге блогымыз шығатын, блогымыз дұрыс шықса болды. Енді міне бізде ақтан басталып тұр. Оның үстіне дәл солай жаңағыдай жалғаса береді. Енді біз жаңа 5 сантиметрлікті қиып, 2 қиып осылай тіктік. Енді 7 сантиметрлікті тігіп шығатын боламыз. Ашып қараймыз, мына жеріміз дәл келіп тұр, орнында тұр. Енді мына жерге көк цветтен тігеміз. Кені бізде көк келіп тұр. Міне ақ кетеді, қайтадан көк кететін болады. Почти біздің уже құрағымыз, блогымыз дайын болуға жақын қалды. Енді бізде көк басталып тұр, оған біз 9 сантиметрлік соңғы блогымызды қосатын боламыз. Бұл бізде 9 сантиметр. Бұның өзі бізде артық. Қазір артығымен аламын мен. Жетпей қалғаннан, кішкене артық қалған ештеңе етпейді. Чем жетпей қалғаннан. Жетпей қалса біздің құрағымыздың барлығы бұзылады. 9 сантиметрлікті үстіне дәлме-дәл. Өте оңай құрақ екен бұл. Главный жаңағы блоктарын дайындап алуларыңыз керек. Көп бұл. Бұлай құрақпен ешқандай ондай қатты разницасы да жоқ, қиындығы да жоқ ешқандай да. Размерін дұрыс білсеңіздер болғаны.
алдыңғы блокты жабатын боламын. Қарап отырсаңыздар, өте оңай. Осы біздің блогымыз дайын болды. Енді жиектерін тігіп шығамыз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Кейбір кісілер кеспейді. Мен кесіп отырамын барлық артық жерлерін бәрін. Кеспей солай тіге беріп, артынан кессе де болады артық жерлерін. Бірақ мен өлшеп алам, сразу кесем де, өлшем 12 сантиметрмен де шықты ма, шықпады ма, оны өлшеп отырам. Сіздер бұлай тікпей тұрып, кеспей тұрып, бұлайнан 12-12 квадрат жасап алуларыңызға болады. Міне, біздің осымен блогымыз дайын, арты осылай болып шығады. Мен артық жерлерін кесіп тастайтын болам қазір. Менде жастықта дәл осының сары цветін, сары болғанда золотистый цветін қолдандым. Золотистый цветпен ақ цветін. Мен артық жерлерін кесіп тастаймын. Ал міне, бізде уже 12-12 блок дайын болды. Мен қазір сіздерге осындай енді екінші түрлі құрақтың түрін көрсететін болам. Тігілу жолын. Ол үшін бізге керек ені 2,5 ленталар керек. Велюрдан жасалған осындай 4 түрлі түстен керек болады бізге. Ол үшін бізге осындай мата аламыз, велюр матасын. Міне, осыдан көп адамдар қателеседі. Мынау түгі бар жағы бізде. Түгін былай істесең төмен қарайды, былай істесең жоғары қарайды. Осы бізде матаның ұзындығы болып келеді. Қателесіп кетпеңіздер. Мына жағы бізде созылмалы. Бұл созылмалы жақтан кессеңіздер, сіздерде жаңағы тігуге қиындау болады. Және де ол тіккен құрылым лентасы шығып кететін болады тігістен. Сол үшін ұзындығынан кесу міндетті. Ұзындығын жаңағы айтқан бойынша осылай түгіне қарап айыратын боласыздар. Осыдан осылай ленталар кесетін боласыздар. Мен 2 бүктеп сразу кесем лентаны. 2 бүктеп 2,5 сантиметр белгілеп алып, бізде қазір кішкентай мата, сіздерге ыңғайлы болсын деп көрсетуге. Кешірім өтінемін, іште бізде ремонт жүріп жатыр ма, басқа бутиктерде, сол себепті осындай дауыстар шығып жатыр арасында. 2,5 сантиметрді осындай ленталар қиып аламыз. Ұзындығынан қателесіп кетпеңіздер, енінен созылмалы жағынан кесіп қоймаңыздар. Сол үшін ғана көрсетіп тұрмын. Осылай белгілеп алып, ленталап кесіп аламыз. Осындай ленталар менде уже дайын кесілгені. Міне, осы 4 түстен тігіп көрсететін болам. Ал енді және де осы құраққа бізге жаңағы алдыңғы құрақтағыдай бізге осындай бөз қажет болады. Бөз дейді, ақшыттан да болады. Және мен оның центрін осылай қолмен үтіктеу арқылы тауып аламын. Немесе жаңағыдай сызып центрін тауып алуға болады. Сызып көрсетейін сіздерге тағы. Сіздер енді енді бастайын деп жатырған болсаңыздар, осылай центр дұрыс шығу үшін сызып алғандарыңыз жөн болады. Негізі міндетті болады. Осылай сызып алу, мен бірақ қолмен үтіктеу арқылы пайдаланамын. Осы біздің көз қоятын центріміз. Сосын көзін қисайтып алмасаңыздар, көзін түзеу шығарсаңыздар, сіздердің құрақтарыңызда түзеу шығады. Сол үшін көзіне аса мән беріңіздер. Біз енді қазір осындай, бізде мына жерде көзі осындай көк түстен болғандықтан, мен де тағы да соны қайталап тігетін болам. Квадрат кесіп аламыз. Мен жаңағы лентамнан кесіп алдым. 4 бұрышы келу керек, 4 бұрышына квадратымыздың.
міне 4 бұрышы почти 4 бұрышына келіп тұр. Бір жағын қыстырып тігіп аламыз, және екінші лентамызды түгін қараймыз. Түгі міндетті түрде төменге қарай жату керек құрақ құрағанда. Неке екінші құрағымызды қойып, осындай шепчик алуға жаңағы совет берем. Себебі құрақ тіккенде қайшыға қарағанда осы өте удобны құрал. Және енді біз сложный құрақ болғасын аттап отырып тігеміз. Енді мына жерден мен жіпті қимай сразу тігіп өтемін. Және екінші лентамызды тігетін боламыз. Бізде ақ қолданатын боламыз. Мына бізде көзі болған түстен енді бұны ең соңынан жабатын боламыз онымен құрақты. Сосын айта кететін бір жайт тағы. Лентаны біз лапканың жиегімен тіксек, құрағымыз өте түзу болып шығады. Міне көбі осы жерден қателік жасайды екен. Көзін қисайтып алады, сосын көп деген маған сообщениелер келеді. Менікі неге түзу шықпайды, құрағым айналып кете береді деген сияқты. Көзін осылай мақтап бекітіп қыстырып алыңыздар, айналып кетпейтіндей. Екінші түсті матамыз, үшінші түсті велюр матамыз. Бәрінің түгі бір бағытқа қарау керек, төмен қарау керек. Енді аттап отыру арқылы бір-біріне қарама-қарсы тігіліп отырады. Енді біз мынаяққа міне көзіміздің цветіндегі велюр матамызды тігетін боламыз. Оның да түгі төмен. Дәл солай 3 қатар жүріп отырамыз. 3 қатар бізде уже 12-12 сантиметр шығады 3 қатардан. Лентамыздың ені 2,5 сантиметр ұзындығы кете береді. Мына жерде кішкене қисық кетіп қалды менде, өзім көзбен де байқалып тұрады қисық қайтадан. Көзбен мұқият қарап отырып тіксеңіздер, көзбен де өлшеп тігуге болады. Мысалы, мына жерде енді қарап отырсаңыздар, мына қоңыр матамыз кішкене шығыңқы, және осы көк түсті матамыз кішкене шығыңқы, осындай сантиметр шығыңқы болып тұр. Біз оларға қарамаймыз. Біз мына ақ лентаның бойымен қарап, үстіне түсіреміз. Ақ велюрді тағы да солай, дәл осылай 3 қатар түсіріп шығамыз. Бұдан кейінгі түрі бізде колодец құрағын құраймыз. Колодецті де 2 түрлі цветтен қолданатын боламыз. Сразу жалғастырып түсіріп кетемін видеоны. Мына жерде қисайып кетті. Бұл түк бұл жаңа оң терісі болғасын кейбір кезде лақтырып тастайды да, лапканы қисайтып жібереді. Жіпті қиып тастап отырмаған дұрыс, осылай сразу тігіп шыққан. Себебі жіп астында да жалбырап жүретін болады, тастаған болсаңыздар.
енді бізде жабамыз блогымызды 3 қатар 1 2 3 1 2 3 көзді қоспағанда 3 қатардан бірге болып шығу керек. 4 жағы да 3 лентадан түсу керек. Сонда бізде 12 сантиметр шығатын болады. Осымен біздің блогымыз дайын. Енді артық шектерін кесіп алып тастаймыз. Дәл осындай болып шығады. Дайын жерге салайын. Сразу мінекей арты осындай тап-таза болып шығады. Ол үшін бізге тағы да осындай бөз мата 14-14 см керек, және осылай ені 2,5 см золотистый велюр лента және ақ велюр керек болады. Осы екеуін араластырып отырып, екеуінің де ені 2,5 және ұзындығы кете береді. Ұзындығында шектеу жоқ. Өздеріңізге қалай удобно, солай ұзындау қылып ала берсеңіздер болады. Көзін мен ақтан салатын боламын. Осы мен лентадан сала беремін. Және мен қолмен үтіктеу арқылы центрін табамын. Бұл бізде 3-ші түр және 4-ші түр. Мен сіздерге өте қиын құрақтардың бірі тырнақ құрақты көрсететін боламын. Тырнақша салу арқылы тігіледі. Мына жерде квадрат шығып қойыпты, 4 бұрыш шығып кеткен, сопақша соны кесіп тастаймын. Мінекей. Міне бізде мына жері бұрыш, міне бұрыш өзіме көрініп тұрсыз. Мінекей. Мына жерде бұрыш ізі көрініп тұр. Қолмен өтіктегеннің соны бір жағын бекітіп тігіп аламыз. Міндетті түрде ол кезде біздің көзіміз жылжып кетпейтін болады. Енді оның үстіне осындай золотистый матаны түгін төмен қаратамыз. Мінекей түгі осылай төмен қарайды, гладкий жатады. Сонымен қарама-қарсы қойып көзімізге, және осы лапканың бойымен алсаңыздар өте жақсы болады. Мен көзбен және осы золотистый жаңағы алтын түсті велюрімізбен барлығын қоршалап осы тігіп шығамыз. Көзімізді қоршалап. Бұл өте әдемі, оңай, өте оңай және әдемі құрақтың түрі. Главный бұл түсесті сәйкестендіре білу керек. Көз бізде кішкентай болады, себебі біздің көзіміз 1 сантиметрге лентамыздан үлкен болуға міндетті. Мен бірақ лентадан салып жібердім. Көбіне мен солай лентадан салып отырамын. Кішкене сопақша болып кетті. Машинамның бір бонды түсіп кетті, кешірім өтінемін, болыпты деген. Ортада көзіміз квадрат болып шығу керек біздің. Және тағы да ақ түсін жіберетін боламыз. Мынаның үстіне голубой цветтен араластырып істей беруге болады. Негізі бар ғой, колотец түсті. Разный басқа фасон кішкене өзгеше болып шығады. Бұны осылай өзгертіп отыруға болады. Өте жеңіл және әдемі құрақ, бұл колодец деген құрақ. Мен өзіме ойлаймын, ең қиыны тырнақ құрақ сияқты тырнақша салып тігетін құрақ. Сол қиын болады деп ойлаймын басқа адамдарға да, себебі шамалы оның жұмысы ауырлау.
Уже үшінші блокты жабатын боламын. Үшінші лента. Түсі бір-біріне толығына үйлесіп тұр. Алтын түсте сөйлер, соны тесті. Осымен біздің құрағымыз дайын. Енді мына артығын кесіп 4 штук тырнақ құрағы керек болады бізге. Именно осы құрақтан бізге 4 штук керек, ал басқа құрақтардан жастыққа 1-1 штуктан керек болады. Осы құрақты құрау үшін бізге осындай диск деген материал керек болады. Бұл диск материалы бізде өте созылмалы болып келеді. Көрсете кетейін, бір шетін ашып, міне осындай өте жұқа созылмалы материал болып келеді. Мінекей. Оны біз осындай флизелин жабыстырып, қатайтып алатын боламыз. Бізге көзіне 3,5 сантиметр керек болады. Бір құраққа бізге бір көз керек болады. Оған 3,5 сантиметр кетеді. Менде осы жаңа дайындап қойғанмын. 3 сантиметр қылып кесіп, 3,5 сантиметр қылып кесіп, міне бұл бізде көзі болып табылады. Және 5-5 тырнақшаның өзін салу керек болады. 5-5 сантиметрден тырнақшаның өзін саламыз. Көрдіңіз, енді менің алдағы мастер-классымда алдыңыздар, бұл флиземен қалай жабыстыру керек, жаңағы паутинка қалай жабыстыру керек, оның бәрі түгел ол мастер-класста дастарханмен көрсетілді. Менде базовый курс болды. Базовый курс болғасын мен бәрінің кесілу, жабыстыру, сызылу жолдарын бәрін көрсеттім. Енді мына жерде бізге 5-те ені менде 5 сантиметр болып тұр, және ұзындығы кете береді. Мен осыны квадрат шығару үшін осылай бүктеймін. Бұны сызып алып барып қию керек. Негізі қазір бізде уақыт шектеулі болып тұр. Сол себептен мен осылай қолмен үтіктеп алдым. Міне бізде 5-5 квадрат шықты. Енді осыны 2-ге ортасынан бөлеміз. Сонда біздің бұрышымызға салатын, тырнақшамызға салатын бұрыштар уже пайда болды бізде. Бұндайдың 5-5 квадраттың бір жаңағы біздің құрағымызға 6 штуғы керек болады. 5-5 квадраттың 6 штуғы керек болады. 5-5 құрақ бұрыштар дайындап алдым. Бұлай 5-5 болып тұрады. Соны осылайынан бұрыш қылып ортасынан қақ бөлеміз. Және осындай бір штук көз керек. Тағы да айтатындай осындай көз керек болады. 14-14 сантиметр. Мен мына жерге тағы жаза кетейін. 14. Не, сіздерге көрініп тұрсын. 14-14 сантиметр. Соны біз ортасынан тағы сызып, үтіктеп аламыз. Сызып немесе қолмен үтіктеу арқылы уақытты экономдау мақсатында мен қолмен үтіктеп жүрем. Бірақ осылай сызып матаны дайындағанда немесе қастарыңызға көмекші болса, осылай сыздырып алғандарыңыз өздеріңізге жақсы болады. Және де бізге осындай
көк түсті главный түстен тағы да осындай цветтен лента керек болады. Ені 2,5 сантиметр, және ұзындығы шектеусіз кете берсе болады. Қанша өзіңізге қалай удобно солай. Енді біз бірінші аламыз, көзімізді орнатамыз, төрт бұрышы қарап бұрыштарына. Кішкене дұрыстап жүрек. Орнатамыз көзімізді, және бір шетін тағы да тігіп аламыз. Тігіп алдық. Велюр матамыздың түгін төмен қаратамыз. Қарама қарсы осы көзімізге қоямыз. Осылай лапкының жегімен, машинамыздың лапкасының жегі де өте жіңішке, сонымен тігіп аламыз. Барлық жағын бірдей етіп, қоршалап, осылай тігіп аламыз. Бұл бізде 4-ші құрақтың түрі болады, және жастыққа осыларды қайталап, басқа түстерден қайталап салсаңыздар болады. Менде солай қайталанған колодец, және Versace құрағы болды. Мен күнде Versace құрағын алдыңғы мастер-класстарда, немесе менің инстаграмымда Versace құрағының тігілу жолдары бар. Қалап үйрен алсаңыздар да болады. Міне біздің көзімізде квадрат болып шықты. Енді бұрышымызды орнатамыз. Бұрышты орнату үшін мына бұрышқа қарсы тұру керек, бір-біріне қарсы, және мына жағынан где-то 3-4 мм, мына жағынан 3-4 мм қалса, біздің бұрышымыз әдемі жабатын болады. Менің өзімнің методым сол, главный сол жерлерін байқаймын. Мінекей біздің бұрышымызды жапты. Және де дәл солай қайталаймыз. Тырнақша бұл өте қиын құрақтардың бірі. Осы тырнақшаны шығаруынан көп адам қиналады. Мына жағынан да дәл солай 4-5 мм, мына жағынан 3-4-5 мм. Әйтеуір басында екі жағынан бірдей қалып отырса, мына біздің бұрышымыз жабылатын болады, әдемі жабылатын болады. Ашып көреміз, мінекей бұрышымыз біздің жабылды. Главный велюр матамыз бізде шығып қалмау керек. Басылып кетіп, тігіліп кетіп жатыр енді. Дәл солай қайталап шығамыз. Дәл қайталап, велюрімізді төмен қаратып, осыны үстінен қайталап тігіп шығамыз. Алдыңғы тіккенде қалып. Біз астыдағы велюрмен бір тең ұстаймыз, астындағы көк велюрмен бірге. Осындай құрақтан бізге 4 бұрышына жастықтың 4 штугы керек болады. Бір жастыққа 4 штугы. Ал қалған құрақтардан бізге бір штуктан болса жарайды.
12 сантиметрден 4 штуктан керек болады. Көбісін осындай бұрыш салудан қателесіп атады. Енді жаңағыдай мен айтқан методпен пайдаланып тіксеңіздер, өте жақсы шығатын болады бұрыштарыңыз. Штатив маған өте кедергі болып тұр. Дәл алдында тұрғасын түгенде кішкене ыңғайсыз болып отыр. Ыңғайсыздық тудырып жатыр. Біздің осымен 4-ші құлағымыздың түрі дайын болды. Асты флизелин, одан кейін поролон 1 сантиметрлік, оның үстіне осындай оюымызды ақ велюрға жабыстырып, бірге паутинкаға поролонға жабыстырдық. Соны зигзагтап тігіп алдық. Енді біз тігіп алғаннан кейін бұл поролон кішкене жиналады, ішке қарай жиналады. Сол уақытта біздің уже квадратымыздың размері шамалы азаяды. Байқаған боларсыздар, менің жастықтарымның жегінде, осы оюдың жегінде, мына жақтарында где-то 2 сантиметрден мен ақ полоска жалғадым. Екінші видео бар, тағы жіберетін болам оны да. Ол жерде мен сразу ақ полоска жалғамадым. Оюды кішкене короткий қылып алдым, 33-те 33 қылып. Астын бірақ үлкендеу қылып алдым, ақ велюрі осылай 2 сантиметр шығып тұрды. Енді мен ол жолында сіздерге көрсетемін. Ол да бір жолы, сіздерге қалай ыңғайлы солай тігетін боласыздар. Енді қарасаңыздар, мен бұл видеоны алдында түсіріп қойғанмын, негізі соткамнан өшіріп алып жібере алмай жүрмін. Қазіргі уақытта тапсырыстарымызда өте көп болып кетуіне байланысты жібере алмай қойдым, өшіріп алдым оның үстіне. Сол тіккен кезінде мен осыған, байқасаңыздар, тігістердің ізі тұр. Тігіп, уже полностью жастықты тігіп қойған болатынмын. Енді қайтадан соның бәрін сөгіп, қайтадан сіздерге көрсетейін деп шештім. Енді мен қазір ол уақытта осы кішірейген оюымыздың жиегін тіпті қылып кесіп алдым. 33-те 33 квадрат қылып кесіп алдым қайтадан. Өйткені жиегі жиырылады дедім ғой. Жиырылғанда именно осы орта жағы қатты жиырылады да, мынандай шеттері шамалы былай қалып қояды. В общем, былайынан бітеп келіп волна сияқты болып қалады. Соны мен тіп-тіке қылып, бірдей қылып кесіп алдым. Осындай 33-те 33 шығардым. Оған мен 2 сантиметрлік полоска жалғайтын болам, ақ полоска. Қазір жалға барсын бәрін көрсететін болам. Сосын біз құрақтарды орналастыра береміз. Пока полосканы қоймай құрақтарды орналастырып аламыз. Осындай тырна құрақты мен сіздерге көрсеттім. Осы тырна құрақты біз 4 бұрышына пайдаланамыз. Жастықтың 4 бұрышына пайдаланамыз. И көрпенің дәл орталарына пайдаланатын боламыз. 4 ортасына. Осылай 4 бұрышына орналастырамыз. Қазір біздегі мынау оюымыз 33-те 33 сантиметр. Оған 36 шығу үшін біз 2 сантиметрден 2,5 сантиметрлік осы құрақ құрауға арналған лентаны жабыстырам. Тігіп шығам 2,5 сантиметрлік. Ол тігіске жарты сантиметр кетіп 36 сантиметр қалады бізде. Мінекей қарап отырсаңыздар,
Мен қазір қолымда штатив жоқ, сол себепті қолмен ұстап көрсетіп жүріп тігетін боламын. Ешқандай да қиындығы жоқ. Жастық деген өте оңай, көрпеге қарағанда. Көрпенің енді кішкене күрделілеу болады. Сосын мен осындай, байқасаңыздар, узорлар қолданып жүрмін. Ойлайды көбісі, бұл узор құрақ деп. Бұл ешқандай да құрақ емес, бұл сондай узор. Біз бұны интернет желісінен мен өзім қарап отырып ерекшелеу болсын деп осындай узорларды ойлап тапқан болатынмын. Қазір бұларда хит болып кетті, уже адамдардың көбісі пайдаланып жүр екен. Осы узорларды дәл центрына орнатамыз. Мына екі жағында екі түрлі ою болады, солардың дәл ортасында осы узор болады. Мына түрі, мына шексіздік белгісі, оны да ортасына. Міне золотистый, мынау тұмаршамыз золотистый, мынау күнімізді золотистый болғасын, күн мен тұмарша бірге параллельно орнатылады. Цвет сочетанияны мен осылай аламын да. Мына жерге золотистый, мына жерге де золотистый жібермеймін. Напротив пайдаланатын боламын. Мынау да бізде бір белгі. Бұның мағынасын енді дәл қазір айта алмаймын. Не белгі екенін өзім әлі толық анықтамадым. Осылай орнатып аламыз міне. Қараңыздар, жастықтың примерно квадраты шығып тұр, Енді оған құрақтарды орнататын боламыз. Мыналар енді құрақтаға мән берсеңіздер, тігістері көрініп тұрған шығар. Мен оны сөктім, себебі жаңа тігіп қойған жастықты. Содан қарасаңыздар, мынау бізде мына жерде көк болса, оның қасына біз ақ түсіреміз. То есть мына жерде ақ пен ақ қатар келіп қалды ма, оны біз мына құрақты басқа жаққа ауыстырамыз. Мына жаққа ауыстырайық. Міне, сол уақытта мына жері көгілдір, мынау ақ, мына жерде сары, ақ пен ақ қатар келмей тұр. Солай цветтерді солай келістіреміз. Например, мына жері көкке көк қойып жіберсек, дұрыс бір-бірін ашпай қалады. Сол себепті көкке былай ақты қаратып қоюымызға болады. Немесе былай қоңыр. Қоңыр енді слишком болып кетер. Мына жерге көкті қаратайын десем, мына жерде де солай болып тұр. Былай қаратуға болады. Мына қоңыр, мына жерде де қоңыр тұр. Соның бәріне мен қараймын. Оны мен уже басқа жаққа қолданатын болам. Мына жер бізді көк емес айтқандай, мына жерге полоска түсірем ғой. Осылайынан түскен жақсы болады. Мына жерге ақ полоска түседі. Қазір көрсетем оны да. Примерно осылай орнатамыз. Мына жерде бізде тоже колодец деген құрақ. Мен уәде еткендей 4 түрлі құрақтың тігілу жолын көрсеттім. Версачи құрағын мен енді алдыңғы мастер-класста тігіп көрсеткен құрақтарды да осы мастер-классқа жібергім келіп отыр. Қарасаңыздар міне. Былай орнатуға болады. Және де міне мынандай түрі бар екен бізде құрақтың. Бұл разный, мозаика сияқты келген құрақ. Оны да осы жерге орнатамыз. Осылай көпшігіміздің несін орнатып аламыз. Мына жерде мынау бізде амандасу деген құрақ. Улитка дейді, олудың өзі дейді. Оны бір шетке осылай қоюға, мына жерге қойғаным дұрыс болар. Аға бар. Неке. Осылай примерно орнатып аламыз. Так, мына жерде тағы да құрақтар бар. Мына Версачи құрағы, например, Версачиді мұнда орнатайық. Міне, қарап отырсаңыздар. Осылардың бәрін осылай әуелі цветтерін таңдап, бір-біріне келетіндерін бірге жинастырып, мына жерге мынаны қояйын. Тоже амандасу құрағы. Осылай орнатып аламыз. Қараңыздар енді. Примерно бізде жастықтың размері шығып тұр. Бұл бізде 65-65 болады жастығымыз, себебі жастықтардың базардағы сатылып жатқан жастықтардың көбісі 70-те береді, бірақ ол жастықтардың бәрі размері 65 болып шығады. Егер біз қазір мына көпшіктің жастықтың тысын 70-те 70 қылып қойсақ, біздің жастықтарымызға ол дәу болып, әдемі болмай қалады, сүйкімсіз болып кетеді, бір сөзбен айтқанда. Мінекей осылай орнастырып аламыз. Мына жерге қазір полоска жіберетін болам. Соның бәрін бір-біріне, например, жинайтын кезде мынаған былайынан құрағымызды қаратып, мына жеріне неге қыстырып аламыз инемен. Мынаны былай
мынаны инемен қыстырғаннан кейін ашып, келесі жағын инемен қыстырып аламыз. Сөйтеміз де үшеуін біріктіріп тігіп аламыз. Мына жағын біріктіріп бір тігеміз үшеуін, мына жағын біріктіріп, тоже дәл солай үшеуін бірге тігіп аламыз. Одан кейін бұларды біз мына оюымызға жалғап тігетін боламыз. Мына басы мен мына басын бірге жалғап тігеміз. Содан кейін барып ең соңғынан мына қатарды осылай тоже инемен іліп, қазір көрсететін болам. Инемен қалай іліп, жаңағы тігу жолдарын бәрін. Осылай инемен қыстырып алып, тоже бәрін бірге жалғап тігіп шығатын боламыз. Біздің енді мына құрақтарымыз тігіліп, мына ойымызға жалғанып тұрса, мына құрақтарымыз тігіліп, ойымызға жалғанып тұрса, мына аяғда ойымызға жалғанып тұрса, мына жақ тігілгеннен кейін, мына уже дайын тұрған ойымызға былайынан жатқызылып тігіледі. Ар жағда дәл солай. Қазір тігілу жолын бәрін көрсететін болам. Просто мен қазір түсіндіріп айтып жатырмын. Теория сияқты қылып. Енді міне қараңыздар, мен жаңағы айтқан ленталарды орналастырдым. Міне 2,5 сантиметрлік ленталарды орналастырдым. Наянда орналастырдым. Оларды қазір былай қыстырып, инемен қыстырып тігіп аламыз. Осы губкамыз жаңағы оюымызға, паралонымызға жалғап, бәрін әуелі инемен қыстырып алсаңыздар, өздеріңізге де оңай болады. Мына шетінен тігіс жүретін болады, мына шетінен де тігіс жүретін болады. Мына жерге мән бермеңіздер, лазермен кесілген ленталар. Міне, мына аяғында дәл солай етіп қыстырып көрініп тұр ма? Тігетін кезде енді өздеріңіз қарап отырып, қисайып кетпейтіндей етіп тігесіздер. Міне ленталарын қыстырып алдым. Енді біз құрақтарды дәл солай жаңағы айтқанымдай алды. Мына құрақты былай инемен бір қыстырып аламыз мына жерінен. Және оны ашып, намын қыстырып аламыз енді мына құрақты. Міне, бір-біріне қыстырып алып, қазір бұны былай жалғаймыз. Мына лентадан жалғап болғаннан кейін. Екінші, мынаны да дәл солай қыстырып аламыз. Түсіріп тұрсын ба, анық. Мына узорымызға жалғаймыз. Міне, инемен қыстырып алып, бұны да ашамыз да, мына жағында. Менің бұл өзімнің осылай тігу техникам. Қыстырып алып, машинкаға бір отырам. Міне қараңыздар. Енді мен қазір тігем былай бірінші тігем. Мына лентамыз бізде сәл үлкендеу, себебі мынау лента қазір былай ашылған кезінде үлкейеді кішкене. Содан кейін барып осы екі басын тігетін боламын. Осы екі басын тігіп алғаннан кейін барып мына құрақтарды бір-біріне осылай жалғап, инемен қыстыру бойынша жалғап, мына дайын болған оюымызға жабыстырып тігетін боламын. Лентамызды жалғап алған лентамызды тігіп шығамыз. Закрепка жасағандарымыз дұрыс болады. Сосын мына оюдың түгі мен мына лентаның түгі бірге түссе, сол жеріне де мән беріп қарасаңыздар, бірге түссе жақсы болады. Бұны ашамыз. Қарасаңыздар, уже жалғанып тұр. Енді мына аяқ бетінде дәл солай етіп жалғап аламыз. Артық жерлерін кесіп тастаймыз ғой, бұнда қоймайды. Бұл менің өзімнің тігу техникам. Сосын бұл 3D-да бізде поролон бар ғой, жаңа айта кетейін, сол жерде. Поролоннан көп расход болады екен, мен сол жағын есептеп қарадым.
жаңағы оюдың астына ғана поролон салуға да болады, ол мастеркасы басқа да. Бірақтан да осылай тіккен, бірақ оңайлау болады кішкене, чем анаған қарағанда. Енді екі басын жалғап шығамыз. Қазір құрақты да солай жалғап шығамыз. Біздің оюымыз айттым ғой, 36-да 36 квадрат алды. Ол оюымыз біздің тіккеннен кейін кішірейді. Сол кішірейгеннен кейін біз осылай түзеулеп кесіп алып, мына ортасы былай жиналған кезінде екі басы былай шошайып қалып қояды да, ортасы тартылып қалады. Сол біз екі бас жағын кесіп түзеулеп аламыз да, оған осылай лента жалғаймыз. Лента жалғамауға да болады, кішкене 1-2 сантиметр үлкенірек қылып алып. Бірақ лента жалғаған мен өзіме қатты ұнады, әдемі болып көрінеді. Өздеріңіз көрсеңіздер де жастықта солай әдемі көрінген. Бірінші көрпеге де солай салдым. Мен бірінші дәл осы 3D-дан көрпе тіктім ғой. Ең бірінші тіккен кезінде көрпесіне де жалғадым осылай лента, жастығына да жалғадым. Ал екінші көрпе тіккенде мен жалғамадым. Екіншінде уже мен побольше алдым. Қысқарып қалатын біліп, например, оюдың ішкі размері оюдың 25 сантиметр болса, сырты коробкасымен бірге мен 36 емес, 38 где-то солай алдым. 37-38 қыл. Себебі поролон тіккен кезінде тартылып қалады диван құсап. Мінекей біздің ленталарымыз дайын болды. Енді қазір солай тұра бермесең үзіліп. Енді қазір мен оған құрақты жалғап қоятын болады. Жаңағы инемен жалғап алған құрақты қойып қараймыз. Мінекей қойып қарағанда қазір мына жерлерін тікеміз. Тіккен кезінде шамалы келетін болады. Бұл бізде лентаны жалғап болғаннан кейін барып осылайнан жалғанып тігіледі. Құрақтарды инемен қыстырып алған жерлерінен ажыратып, бір-біріне жалғап тігетін боламыз. Инемен қалай қыстырылып, солай тігетін боламыз. Лента бізде сәл-пәл артық екен. Артық болғаннан кейін мен ішке қарай алдым. Лентаның ішінен алдым. Лентаны біз мен мына жерге шовқа өте аз орын қалдырып кеткен. Сол себепті біздің лентамыз сәл-пәл үлкенде болып тұр. Сіздер лапканың жиегімен аласыздар. Лапкаларыңыз жалпақ қой, сіздердің көбіңіздің бытовой лапкаларыңыз жалпақ. Сол лапканың жиегімен алған кезінде сіздердің құрақтарыңыз дәл келетін болады. Мен үйреніп қалғанмын, өте жіңішке лапканы оның үстіне жіңішке қылып аламыз. Сол себепті кішкене оюымыз қысқалау болып тұр біздің. Мен оған қарамастан өзім кішкене сәл-пәл лентадан ортаға қарай алатын боламын. Сол уақытта бірдей шығатын болады. Қазір тігіп көрсетейін. Міне қарасаңыздар, мына жерде біздің лентамыз мен ішке қарай алдым. Где-то бір жарты сантиметр ішке қарай алдым. Сол уақытта мінекей жарты сантиметр. Сол уақытта біздің ешқандай да ештеңеміз білінбейтін болады. Енді сіздер лапкаларыңыздың жиегіне міндетті түрде ориентир ұстаңыздар. Осылай жалғайсыздар. Ол лентамыз біздің осындай
где-то 1 сантиметр ғана болып қалды. Көрсеңіздер, менің көрпелерде де солайынан 1 сантиметр болып қалған. Енді мына басын жалғаймыз. Екінші басын. Бағанағы екінші басын. Бұны біз мына жағына жалғаймызды. Содан кейін бар подряд, мына жерде 5 бір ұзыр 4 түрлі құрақтарын бірге жалғап аламыз. Полоска қылып, мына жағында, екінші жағында дәл солай жалғап аламыз. Кеңесі сәкірепкі міндетті түрде жасаңыздар құраққа. Себебі бұлар бір-біріне жалғанғаннан кейін ажырап кетуі мүмкін. Мата жоқ қой астында. Құрақты құрап атқанда көбіне бірде жасасақ, бірде жасамаймыз. Сәкірепкі себебі оның астында матасы болады. Құрақтың өзі болғасын, сәкірепкі жасаған жөн болады. Жіптерін, артық жіптерін алып тастап отырыңыздар негізі. Енді екінші жағын жалғаймыз. Дәл жаңағыдай еткен кішкене. Дәл осылай етіп, екі жақ басында жалғайтын боламыз. Дәл осылай. Енді келесі жағын тоже дәл солай инемен қыстырып аламыз. Ине әкетемін, оларды жаңа инемен қыстырмадым. Қыстырып қақты, инемен қыстырып алатын болам. Осы инемен жұмыс жасаған жақсы, негізі мен көбіне ине қолдана бермеймін. Бірақ осылай мозаикаға қолданамын. Себебі без конца отырып тұрғаннан өстіп инемен бір қыстырып алып келген дұрыс болады. Алдындағы мастер-классында қыстырған жоқпын, без конца отырып тұрып өздеріңіз көпшілігіңіз көргенде шалқытып солайынан көрсеттім. Ештеңе жасырып қалған жоқпын. Барлығы сол өзім қалай тігем, дәл солай сіздерге көрсетіп жатырмын. Негізі бұл сабақтың бәрін мен алдында түсіріп қойғанмын, өшіріп алдым. Сөйтіп түсіруге мен қазір ұзақ уақыт арнайы осыған уақытымды бөліп түсіріп жатырмын. Бір-біріне жалғаймыз ғой. Соны адамдар сұрайды, осы құрақты қалай жалғайсың бір-біріне деп. Кәдімгідей түзеу тігіспен жалғаймыз. Маған көпшілігі ренжіп жатыр енді. Ренжулеріңіздің де орны бар. Мен түсінемін бәріңізді де. Қысын бергеннен кейін, бірақтан да көбіңіз байқағанда шығарсыздар. Кей жерлерде тек қана сол нәрсеге өзін ғана көрсетеді. Оюдың қалай суретін салынып, клейге қалай жабысу керек жолында видеосы бар, ол бар әйтеуір өшіп кеткен салам. Қазір просто ол жерде басқа размермен айтқанмын. Айттым ғой бағана. Мен жалғанбайтын түрін, сол түрмен көрсеттім ол жерде мен. Біздің бір полоскамыз дайын болды, оны аламыз да біз мына жастығымыздың келесі бір шетін жалғап тігеміз. Сол шетін жалғап тігіп шығайық. Бет-бе-бет қаратамыз бір-біріне. Содан кейін барып тігіспен тігіп өтеміз. Осы қазір бізде сұраныстар көп, өте жоғары сұранысқа ие болып кетті. Осы трейді бізде өте көп деген заказ бар. Бұдан сол себепті сіздер де осыдан хабардар болып үйреніп алсаңыздар екен деген ниетпен ғана жасадым. Өте доступный цена. Қолтаға ратындай да
бетпе-бет қаратып дәлме-дәл шығарғанбыз. Мынандай артық жіптері, артық маркалары болса, осылай жайлап салып кесе алсаңыздар болады. Мен болмай сосын айта кетейін, аверлок кейбіреулері құраққа бәрін жүргізіп жатады. Ол аверлоктың біріншіден пышағының жүзін құртады. Бұл өте ауыр мата аверлокқа. Міне қарасаңыздар, екінші жағы, үшінші жағы дайын, енді төртінші жағын жалғаймыз. Қарап отырсаңыздар, уже бізде жастық дайын болып қалды. Қазір бұны өлшейміз да, 65 шығу үшін жегіне тағы да кант жалғайтын боламыз. Кант болғанда су дейді ғой, жиектеме су дейді. Соны жалғайтын боламыз. Бірінші мынаны тігіп аламыз. Содан кейін өлшейміз. Инелерін алып отырып, тігіп шығамыз. Бұны бетпе-бет қаратып. Маған үлкен проблема болып жүреді, осыны бір түсіріп қайтадан салу. Міне қарасаңыздар, уже бізде екінші, то есть төртінші жағы дайын. Құрақтарымыздың енді бір-біріне жаңағыдай бетпе-бет қаратып қойып аламыз, қарап алайық. Содан кейін барып тігіп шығамыз. Мен ол тігетін кезде ине қолданмаймын. Кейбіреулер тігетін кезде қолданады, ине қолданады. Көзге қарап отырып тігіп шығамын. Сосын мен көрдім осы жақында, осы 3D-ні базарларда, басқа жерлерде де уже шығарылады. Ол жерде мынау 3D оюымыздың астына вазелин салдық қой. Сонда вазелин салып құрлы губкамен істеп қойған екен. Олай да істеуге болады екен, но бірақ 3D-сі қатты, өзіңіз тігіп көрген шығарсыздар. 3D бізде қатты болып шығады, өте әдемі болып. Кәдімгі диванның несі сияқты болып шығады. Отыратын жер жақсы. Міне, артық мәселені кестен ғой. Міне біздің жастығымыздың беті дайын болды, оны қазір біз өлшеп қараймыз. Сазғышпен өлшеп көреміз. Размер нешеке өлшеп аламыз. Размер бізде где-то 55, 56, 57 сантиметр екен. Бізге 65 шығу үшін 57-ге қазір қосамыз. Неше? Мына жағы да дәл солай. 57 сантиметр. Оған енді қазір жетпей тұрғанын кантын қосамыз. Екі жағына теңдей етіп қосамыз 65 болып шығу үшін. 65 2 сантиметр шовқа аламыз тігіске. Сонда бізге керек болады. Қазір 67 сантиметр. Мынау бізде 57 сантиметр болса, біз оған жан-жағына 5 сантиметрден 10 сантиметр қосып шығатын боламыз. Мына 5 сантиметр, мына да 5 сантиметрден. Главный цвет бізде көк цвет осы, немесе ақтан қосуға да болады. Мен қазір осы оюдың көк цветінен қосатын болам. Қантты екі жегіне. Міне мынау матаның ұзындығы бізде ұзындығы жағы, созылмайтын жағы. Бұлай ені созылатын жағы. Біз ені мына жағынан бұлай кесіп алмаймыз. Ені мына ұзындығынан кесіп аламыз. Бұны біз қазір жастықтың жиегіне жалғайтын боламыз. 5 сантиметрден кесіп аламыз. Белгілеп алдым 5 сантиметрден, енді оны сызып аламын. Көбіне ручка пайдаланамын, сіздерге де айтамын. Бор пайдаланып, кімге қалай ыңғайлы, солай пайдалансын. Маған ручка ыңғайлы болсын. Сызып, оны қиып алатын боламыз.
матаны кескен кезде қайшыны жерге тіреп кесіңіздер. Сол кезде сіздердің маталарыңыз қисайып, қиғандарыңыз қисайып кетпейтін болады. Қосып алып, екінші жағын жасаймыз. Қайшы міндетті түрде жерге тиіп тұрған көрініз. Бұл осы бізге жеткілікті болады. Сосын біз замок салатын артын кесеміз. Артын кесіп дайындап қойдым. Мен қазір бір жағын 70, келесі бір жағын 75 см болып алдым. Замок салатын ортаны біз қалай табамыз? Осылай матамызды где-то бір 20 см-дей екітеп аламыз. 25 см. Бір жағы бізде 25-30 см болса, келесі жағы, қалған жағы 40-45 см болып қалады. Осылай біз ортасынан кесіп аламыз да, ортасына біз конверт сияқты қылып замок саламыз. Қазір оны да салу жолдарын көрсетейін. Осылай екі бүктеп, жартылай бүктеп, ортасынан кесіп аламыз. Где-то 3-1 кесіп аламыз. Осылай ашып қараймыз. Енді біз мына жерге қазір ортаға замок салатын боламыз. Ортаға замок салатын кезде біз бұлай қайырып аламыз. Мына жерге көрініп тұр ма? Мына жерге замок салатын боламыз. Сонда біз получается бұлай қайырып аламыз да, бұлай замокты тігіп шығарамыз. Қазір көрсетемін оны да. Осылай екіге бөліп аласыздар. Сосын мына жерге замок түседі ғой, тігілгеннен кейін замоктың екінші жағын былай жалғаймыз. Сонда осылай бүйтіп ашып қарағанда конверт болып тұрады. Біздің замогымыз көрінбей тұрады. Енді міне біз жиегін жалғайтын боламыз. Жиегін жалғағанда осы түккеге қарай кетейік біз. Мына оюдың түбі ворысы жатқан жоқ. Ворысын қараймыз. Оюны ворысымен бірге жалғайтын кант жиектенеміздің да ворысын бірге қаратқанымыз дұрыс болады. Әуелі мына жағын, содан кейін екінші жағын тігіп аламыз. Солай бір-біріне параллельно тігіп отырған дұрыс болады. Қазір мен тігу жолымен тағы көрсететін боламын. Қарасаңыздар, бір құрақ, мына жерде бізде шырыңқы бір құрақ кішкене ішке кіріп тұрады. Соны ориентир ұстаймыз кіріп тұрғанымен. Мынау артық қалған құрақты қиямыз. Мына құрақтың жиегімен бірге тігеміз. Лапканың жиегімен бісміллах деп бастаймыз. Сосын құрақтардың жалғанған жерлерінен екі өтпен өтіңіздер. Сосын құрақтардың аралықтарынан закрепка өтіп отырсаңыздар жақсы болады. Мықтырақ шықсын біздің құрақтарымыз, жастығымыз мықтырақ шығасын. Закрепка жасап отырамыз. Енді екінші жағына да дәл солай етіп орнатамыз. Ворысын төмен қаратып, екінші жағын қойып қараймыз. Қарасаңыздар, бір жақ ворысы светлый, бір жақ ворысы темный болып тұрды. Оны біз екі ворысын бірде қылып алғанымыз жөн бақыт. Міне екеуі де төмен қарап тұр түктері. Осылайынан орнатып, мына жерде де қарасаңыздар, мына жердегі құрағымыз біздің кішірек болып қалғанда, мынау кішкене үлкенірек болып қалып тұр. Үлкен болса, әйтеуір оны қиямыз, ал кіші болса, біз оны ештеңе жасай алмай қаламыз. Сол себепті біз осы ориентирді кішісімен алып отырамыз. Риза апайымыздың мастер-классында да солай. Құрақтардың кейде размері солай әртүрлі болып кетіп отырады. Мына енді әртүрлі қыздар тікті. Құрақтың тігілу жолында мен міндетті түрде мына жердегі машинканың алдында сызғыш бар, сонымен өлшеп отырып тігетін боламын құрақты. Сіздерге де солай кеңес беремін. 12-де 12 ма блок сіздерге керек. Міндетті түрде солай шығарыңыздар.
Әйтпесе осылай әртүрлі мүмкін. Бұл да сіздерге енді практика десеге болады. Мына жерде құрақтың қосылған орталары бар ғой, мына узор мен құрақтың сол жерлерден 2 рет закрепка мықты болу үшін өтіп кетіңіздер. Мына жағынан да дәл солай. Енді ашамызда, енді мына екі жағын жалғаймыз. Енді бұл жерде біз бұның түгіне қарай алмаймыз. Тек ең бастысы екі лентаның түгі мына жағына салынатынды, мына жағына келесі параллельно жағына салынатын лентамыздың түгі бір бағытқа қараса болғаны. Оюдың түгіне қарамаймыз. Себебі ол жерде ою менімен тұр. Осымен біздің растамыздың беті дайын енді. Қарасаңыздар, беті дайын болды. Өлшеп көріңіз. Бұны бізде 65 см шығып, 2 см шоп қалғанда да 65 шығып қалды. 5 см-ден жалғадық қой біз. 7-8 см-ден де жалғаса болады. Ол енді сіздердің өздеріңіздің жастықтарыңыздың көлеміне байланысты. Енді біз замок дейміз. Жаңа екіге бөліп алдық қой замок дейтін матамызды. Қарасаңыздар, екіге бөліп алдық. Түктерін қараймыз бір-біріне. Бір бағытта жату керек. Екіге бөлінген нәрсені аламыз да, біз мына жағын алып, былай қайырамыз да. Былай қайырамыз. Екеуінің түгі бір бағытқа түсу керек. Осылай қайырамыз. Где-то бізде 5 см-де қайырамыз ішке қарай. Осылай қайырып аламыз да, былай инемен қыстырып алсаңыздар да болады сіздерге. Инемен қыстырмай, сразу мен секілді қазір көрсетем. Тігіп кетсеңіздер болады сразу. Мен осылай қайырып алам. Немесе өтекпен бастырып алуға да болады. Замоктың размерін сұрап жатады біздерден. Замок мен 80 см-лік замок пайдаланам. Подцвет замок. Негізі подцвет замок пайдаланамыз. Бәрінен қазір қолдағы бармен замоктың салу техникасын көрсететін боламын. Светлый замокпен көрсете берейін. Себебі сіздерге де түсінікті болады. Қазір мен подцвет пайдалансам, дұрыс көрінбей қалуы мүмкін. Кішкене мына жерінен мата где-то бір 7 см-дей қалады. Қалғанын біз замокты тігіп шығамыз. Замок міндетті подцвет болсын. Және жіптер. Голубой цвет жіп астында да, үстінде де. Замок та дәл сондай цвет. Жақынырақ түсір. Мына жерден, мына жақ замоктың мына жақ бетінен закрепка жасаймыз да, тігіп шығамыз. Өте қарапайым замоктың салу жолы. Көп адамның осы жолмен көзі ашылыпты. Менің алла мастер-классында жазған көп қыздар, апайлар, көзімізді аштым деп
потайной замок салады дейді. Потайной замок бұзылып сынып қалған жағдайда да өте қиын. Бұзылып деппін ғой. Сынып кетуі мүмкін ғой, енді замоктары, бегуновтар. Міне қараңыздар. Бірдей қылып астында, үстінде бірдей етіп отырып тігіп шығамыз. Міне қараңыздар. Біз уже замоктың бір жағын тігіп алдық. Сосын жаңа мен айттым ғой, астарын кішкене, жастықтың астарын кішкене үлкендеу қылып алыңыздар, себебі например, бетіне астар жетпей қалса, оны бетін қиып тастай алмаймыз. Ал астар бізде шағынан артықтау болса, міне қараңыздар. Артықтау болса, әйтеуір қия береміз ғой. Міне қараңыздар, замоктың бір жағы дайын. Бізде бір жағын тігіп алдық, енді екінші жағын тігеміз. Екінші жағын тігу үшін бағана матамызды аламыз, екінші жақ матамызды түктеріне қараймыз. Бір бағытқа қарап тұрсын, міне екеуінің де түгі бір бағытқа қарап тұр. Соны аламыз да, мына замогымызды бүйтіп ашып, мына замокты былай параллельно түсіреміз. Міне, былай қарағанда, мінекей, осылайынан түседі замогымыз. Енді біз мына жағынан тігіс жүргізетін боламыз. Тағы да дәл жаңағындай. Замоктың екінші жағынан тігіс жүргіземіз. Сонда замок екі велюрдің арасында қалады. Бұл самый оңай жолы. Бұдан оңай жолын көрсеңіздер, маған айтыңыздар. Мен де оңай жолын ойлап тапқандар болсын. Мен өзім ойлап тапқан жоқпын. Бұл сабақты мен ұзақ тұрсында да қызымын. Сабағынан алдым. Көбісі қарауға ерініп, таба алмайды ма білмедім. Осы замок салу жолы. Замокты қарап отырыңыздар, астынан қалып қоймасын. Немесе тағы мына бетпен көрсетейін енді. Немесе былайынан салып тігуге де болады да. Замокты ұстап, бір-біріне қарама қарсы шеттеріне. Осылай тігіс жүргізуге де болады. Осылай да ыңғайлы, жаңағы қарағанда. Алдыңғы сабақтарында жаңағыдай осылайынан көрсеткен болатын. Өте ыңғайлы. Енді қараңыздар мінекей. Сіз қандай цвет замок салғаныңыз белгісіз, міне ашып қарасаңыз, арасында тұрсын, мінекей жабылды. Конверт жабылды. Замокты былай қарай жіберіп барып осылайынан тігіс жүргіземіз. Енді жаңағы бетін аламыз көпшігіміздің. Бірінші бетін аламыз. Үстін орнында мен өзімнің техникамен жасаймын. Бұлай орнатып аламын. Шетін бір-біріне ұстап, бір жақ бетін орнатып аламын. Біздің астарымыз қарасаңыздар кішкене үлкендеу. Ол үлкендеу ештеңе етпейді. Оны қиып тастасақ та кейбіреулер айтып отыр, ой, о матаға анау расход бірдеңе. Мейлі, есептеп жасасаңыздар да болады, точь-по-точь. Кейбір кезде тігіс жиырылып алып кетеді да өзінікі. Ол кезде қайтадан получается, сіздерге оны істеуі қайтадан жаңағы ұзақ уақыттарыңыз кетеді, ол жетпей қалуы мүмкін, қанша сөккен жерден жиырылып қалуы мүмкін. Сол себепті артық алсаңыздар, оны сіз құраққа пайдаланып жүресіз, мейлі пайдаланыңыз. Лучше артық алып кесе қойған дұрыс, тынышы сол. Мен үшін солай тынышы. Сіздер үшін де солай ыңғайлы болады деп ойлаймын, себебі қайта-қайта сөгіп отырғаннан солай ыңғайлы болады. Бірінші мен осылай бір жағын тігіп аламын. Мына бір қатты жерін алып тастаймын. Енді сол жағынан бастап тігемін. Қатты жағынан бастап енді былайынан жүргіземін. Бетін қаратамын. Міне беті осылай. Біздің поролонымыз оның астында флизелин тұр. Флизелин салғандықтан да 3D'si ары қарай кетіп тұр да. Егер мен флизелин салмасам, 3D'si бер қарай шығып кетеді да, астына қарай беті әдемі болып шықпай қалады. Сол себепті мен флизелин жабыстырдым. Енді
астығын қазір кесіп аламыз. Сразу кесіп алайын мен, сол дұрыс болар. Ұзақ болса да телеграмға жіберілмей қалады да, біраз уақыт загрузка етіп. Мен бәрі сабақты бірге телеграмға сақтағанды жөн көремін. Маған артынан да сатуға ыңғайлы болады да. Мінекей. Бетпе-бет алып, артық жерін кесе қоямыз. Мен қараймын да, мен ойлаймын иногда өстіп атқаннан, ой, менің көрпелерім некачественно деп. Бірақ мен кей көрпелерді, кей адамдардың жұмыстарын өте жақындатып, телеграм-ботпен оригиналын сохранить етіп алып, үлкейтіп қараймын. Бірақ Аллаға сағынсыз шүкір, менің көрпелерім де, жастықтарым да, олардың ешқандай мен деген жаңа бренд болып жатқан нәрселердің, бренд болып жатқан көрпелердің еш жері кем емес екенін байқадым, Аллаға шүкір. Енді ырзапаға, чисто сол ырзапаға жете алмайым шығар. Басқаларына Аллаға шүкір. Басқалармен бірге теңгеле жатырмын. Оған өзімде солай не болатын еді, комплекс болатын еді. Ой, мен солардан қақпар атқан сияқты, мен солардан жаңағы, ой, олар күшті ғой, бренд ғой деп. Оказывается, менде де өзімде тігетін. Аллаға шүкір деймін. Мен кесіп алды. Соғаннан кейін тігуге де ыңғайлы болады ше, қазір артық болып тұрғаннан. Мына жердегі қараймыз, мына былай кетіп қалмасын. Міндетті түрде конвертіміз замоктың үстін жауып, осылайынан тігілсін. Болмаса сіздер бірінші рет машинкамен іліп алсаңыздар болады. Мен именно сол замоктың тұрған жерін, осындай жерлерде міндетті түрде 2-3 рет закрепка жасап отырам постоянно. Қосылған жерлерінде өне сөйтем, мына жерге те сөйтетін боламын. Мына жерлерге те закрепка жасап. Енді мына жағында кесіп алайын сразу. Мереке не істеп кетті, бәрін кесіп алай деп жүрмеңіздер, бірақтан да ол менің техникам, өзімнің тігу. Солай маған оңай. Қазір мен оны алып, жаңағыдай қылып кеспей тіксем тағы да бір жерлер дұрыс болмай кетуі мүмкін. Өзім былай да тіктім, өзімнің жаныма жақын техникаларым осы мен. Сіздерге де осы не болады. Мен өткені мен апаларымда бар, өзімнің мастер-класс алған басқа біреулерден. Соларда айтады, сен техниканың өткен. Енді қараймыз. Енді мына соңғы блогын қосамыз. Қалған жерлерін осының жиегін әдемілеп оверлоктауға болады. Бірақтан да оверлоктамаса да болады. Мен оверлоктамаймын. Мен подцвет жіппен тігемін, көк жіппен тігемін, но бірақ оверлоктамаймын, себебі велюр тарқатылмайды. Велюр оверлокқа да ауырлау болады. Шағының жүзін құртады. Сол себепті велюрға не стоит. Егер сіз габар деген сияқты жұқа материалдар пайдалансаңыз, онда болады. Бізде қазір шықты 64 сантиметрлік жастық, себебі жаңа 65 болып тұрды. 0,5-тен тігіске кетті, осының 64 болып қалды. 64 болса да ештеңе етпейді, менде солай болады. 65, 64, 66, 67-ге дейін бар. Кейде мен өзім қосуыма байланысты. Мен өзім бәрін оймен есептеп қосамын. Енді қатып қалған қағида жоқ. Енді сіздерге кішкене үлкендеу керек болса, кішкене суынан қоссаңыздар болады. Міне қараңыздар, бізде уже жастығымыз дайын болды. Қазір мен сіздерге жастықты ішіне салып көрсетемін. 70-те деген жастықты салып көрсететін боламын. Мына біздің дүкендегі қымбат бамбуктың жастықтарымыз. Бұл қазір қарасаңыздар 70-те деп жазылған жастық. Қараңыздар, чехол кішкене болып тұр. Мына жерін қараңыздар, міне 70-те размері, подушка 70-те. Енді соны қазір осының ішіне саламыз. Теуіп, керіп, әдемі болып тұрады. Ешқандай да уайымдамаңыздар. Мен клиенттерге де айтамын, мен чехолым жастық қысқа, мен ішімен қазір заказ қабылдамаймын. Көбіне тысына заказ қабылдаймын, себебі әртүрлі жастық алады. Біреу бамбук алады, біреу перо деген алады. Сол себепті мен айтамын, жастықтың
тісін тігем. Жастықтың тісінің размері 65-65 сантиметр. Сіз оның үшін 70-70 сантиметр жастық аласыз. 70-70 деп айта береді қазір, на самом деле өлшесем 65 болып шығады. Енді қымбатырақ жастық болғасын, бұл 70-70 болуы мүмкін. Бұрышын бәрін қадағалаңыздар. Бұрышына барсын. Қалдарымызға қылып, клиентке беретін кезінде соланы салып береміз. Әзін жабаймыз. Қараңыздар, замок. Біздің жаңа тіккен ақ замогымыз. Бұл ақ сөйіп қазір мына жерде өйстіп көрініп тұрмайды. Конверт болғасын, бұл бұлай жабылып тұрады. Қандай цвет болса да, негізі бірақ сонда да цвет пайдаланғандарымыз жөн. Міне қараңыздар. Бағана шашылып атқан ою құрақтар қазір бізде қандай әдемі жастық болып шықты. Міне қараңыздар. Өздеріңіз куәсіздер, өздеріңіздің көздеріңізше жасадым. Міне тіреді, міне қатты тіреді, шаттан өздеріңіз куәсіздер. Осымен біздің мастер-классымыз соңына жетті. Сау болыңыздар.